Жанбол Рахматұлы, бейне және аудио жазылымдыруде. Мамандығыңыз? Бригадир ғой жерде. Атжаңыз? Жандос болады. Жандос па? Жақсы, қандай компания? Тас жол компаниясы. Тас жол ма? Тас жол ма, сондай. Сондай. Енді біз бригадиріміз ғой енді. Жақсы, жүріңіз. Кім болып оқыдыңыз? Юрист па, экономистсіз ба, программистсіз ба? Кімсіз? Мамандық жоқ па? Менде де жоқ, бірақ мына жерде не болу керек екенін білемін да, асфальттың астында. Не болу керек асфальттың астында? Битум ғой, битум болу керек. Аха. Я сеуіп бітім тұр анау. Кім сеуіңдер сәке бұны? Жаңа сеуіп береткен трактор бар. Камералар тұр да бізде. Бәрін қарап отырмыз. Ар жақтарды не істейсіз? Сеуіп келдік қояқтан. Жоқ қой. Камераны ашатымыз білесіз қой? Иә, мына жерге шын сеуіп келіп, трактор баспасын деп сеуіп не қойды. Жоқ, стыковать ететін жерді көріп тұрмын. Мынаның астында жоқ екен білем ғой. Мынаның астында да, мынаның астында да. Мына жерде осындай топырақ па, құм ба, не нау? Тас қой? Тас па, не нау? Прессовать етіп ұстапсыз ғой, топырақ қой нау? Мынандай тас көргіз па, үгітілетін? Тасымыз артылып тұр ана жерде ше, оны салып. Топырақ қой, мына қоп қоңыр, міне тас. Жоқ, лаймен басып ұстатып. Жәке, қандай ауа райында салынады? Асфальт ба? Иә. Асфальт салынады ғой, неде салынады? Қандай ауа райында? Қанша болу керек? Градус па? Иә. Минусқа кетпесе болды, по-моему, минусқа кетпесе басыла береді. Сіз нақты білмейсіз қой, ә? Жоқ, білгенде білеміз ғой. Айтсаңызшы, плюс қаншада салыну керек екен? Плюс 1-де салына беретін жер, минусқа кетпесе мұз қатпаса. Плюс 1-де салынбайды. Интернетіңіз бар ма? Оқып көріңіз. Мен сізге өзім жақтан көрсем, жарай ма? Баптарын сізге нақты, жарай ма? Қазір плюс 4 болып тұр. Келісесіз ба? Салқын, ә? Салқын ба газ? Плюс 4 болып тұр, ә? Салқын, ә? Интернеттен оқып көрсеңші. Қан жаңағы жұмыс берушіңізді кім, гемподрядчик па, субподрядчик па шақырсаңшы осы жерге. Көктем мен жазда плюс 5 дейді. Қазір қандай? Күз ба? Плюс 10. Не ниже дейді? Плюс 10-нан төмен болмау керек дейді. Қазір қанша болып тұр? 4, я? Жаздағыдан да төмен болып тұр ғой қазір. Оқып алмайсыздар ма бірдеңе жасамай тұрып? Сіздер кетесіздерден қазір бітір. Енді жаңа асфальтымыз жама кешіңкіреп қой. Негізі біз жаңалде 10, 15, 20 градуста бүгін плюс 8 деп тұр ғой максимум. Бүгін 8 болған, 10, 20 деген болмаған бүгін. Жарты қобамыз қалды да бітіріп керек қой енді. Тастап кеткен тағы болмайды кішкене жер. Жоқ, сіздер бітіресіздер, бірақ біз мына жерде кейін айырылып кеткен асфальтпен қаламыз ғой. Человеческий фактор деген үлгере алмай қалдық. Ондай әртүрлі болады ғой, кешігіп келеді. Бүгін плюс 8, бүгін негізі асфальт салатын күн емес қой. Мін тұр ғой. Міне бүгін ең көбі плюс 8 болған, міне 8. 8 болған. Бүгін 10 болмаған. Түсінесіз ба? Ең ыстық уақыт 8 болған, ең суық уақыт 0 болған. 0 болады түнде. Көріп тұрсыз ба? Бүгін жалпы асфальт салатын күн емес та. Так, маған кезекші прокурордың номерін бересіңші? Қазір. Айтылды баратырмын деді ғой, кезекші прокурор. Бересіңші тағы да? Сол жерде тұрмыз, я. Болды, қазір баратырмын деді ғой. Жол бөлім басшысын шақыруды сұрадыңыз ба? Айттым, я. Рахмет. Уағалейкум ассалам. Жанбол Рахматұлы, бейне және аудио жазылымдыруде. Жақсы, кезекші керек еді бізге. Кезекші керек еді? Аха. Ол, қазір звондай мені. Іште емес па? Іште ғой, Жанбол Рахматұлы, бейне және аудио жазылымдыруде. Ескертіп қойын. Кезекші прокурор болмыз. Жақсы. Сізге хабарласты ма полициядан? Иә. Не деді?
Аха. Сіз негізі таныссыз ба сниппен, гостпен? Асфальт салу бойынша. Снип, гост таныс емессіз ба? Маманына хабарластыңыз ба? Мен сізден жол бөлім басшысын шақырып беруді сұраған едім сол жерге. Сізге дегенде полицияға звондадым. Сізге осылай айтсын деп, менде бейне дәлел бар да эфирде. Айтқан жоқ па? Не айтты сонда сізге? Сізді ма? Не қып келмедіңіз онда? Енді біз өзінің талаптарында баратын жерге. Аха. Егер полиция бөлім қызметкері учаскеге келсе, Аха. сізді арыз қабылдау болу керек та. Аха. Қабылдап бөлек немеге жіберу керек. Жо дәл сол жерде заң бұзушылық болып жатса, соны дәл сол жерде тоқтатуға болмай ма? жазбадыңыз енді участковый бермеңіз арызыңызды. Участковыйға. Мен жазбаша ғана емес қой, ауызша да болады, бейне дәлелмен де жіберуге болады. Заңсыз. Мен сізден жол бөлімінің басшысын шақырып беруді сұрап тұрмын қазір, дәл сол жерге. Құзырлысыз ба? Арыз бұзып алдыңыз сіздің, иә? Менің емес, заңнама? Қаны оқыңыз міне. Технология укладки уплотнения дейді, асфальт, да? Так. Укладку смеси щма дейді, так, рекомендуется производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 дейді. Көктем мен жазда плюс 5-тен кем болмау керек дейді. Қазір күз иә бізде. Күзде плюс 10-нан кем болмау керек дейді, ауа райы. Ал қазір бізде Кентауда ауа райы плюс 4. Жазда да салуға болмайды бұл ауа райында. Қараңыз, плюс 4, плюс 3, 2, 1 деп сөйтіп кете береді салқындап. Арызданыстың арыз. Жоқ, сол жерге жол бөлімінің басшысын шақырайық. Неге арыз, неге болып қойған нәрсені бұзасыздар ма? Қазір тоқтатып қойып, соны дұрыстап снип бойынша жасатуға болады емес па? Постфактум емес, по факту жұмыс істеуге бола ма? Болмай ма? Рахмет. Біз өзіміз хабарласқанбыз, енді сіз құзырлысыз ғой, біз жай тұрғын ретінде менсінбей тұр, өзіңіз хабарласыңыз, иә? Ұлан деген жол бөлімінің басшысы керек бізге. Бір маманы емес, нақты жауапты адамы. Так, я кезекші прокурор, не білдіңіз? Телефон алмай жатыр қазір таңда. Кім алмай жатыр? Ұлан жол бөлімінің басшысы. Аха. Арыз қабылдап, Нақты әкімдіктен соған жауапты бөлім, яғни әкімнің орынбасары Искаков деген бар да, жол бөлімінің басшысының, ЖКХ-ның басшысының үстінен қарайтын. Соған хабарластыңыздар ма? жоқ, хабарласқан жоқпыз. Себеп? Жол бөлімінің басшысы болғасын, жол бөлімінің басшысының. Жоқ, енді алмай жатса немесе келмеймін деп жатса, оның үстінен қарайтын адамға хабарлассайсыздар ма? Арыз болса берсеңіздерші, мен қабылдап алайын. Сіздер қызық екенсіздер. Мені Қазақстан РК дейді, Қазақстан Республикасының мынандай 2004 жылғы мынандай заңы бар да, 218-де 36 деген. Соның 6-2 бөлігіне келсек, жаңа мен сізге көрсеттім, я? Қазір күз ғой, я? Дұрыс па? Қазан айы бітіп жатыр. Күз салқындады. Қараңыз, осенью не ниже плюс 10 дейді ауа райы. Сол кезде салыну керек та? Дұрыс па? Так, не дейді? При температуре не ниже, мен плюс 10 барлық жерде плюс 10 деп тұр қазір. Құрғақ ауа райы кезінде да, қазір ылғалды ауа райы болып тұр ғой, жернен болып тұр ғой, әлі дұрыс па? Дұрыс па, жауын жауын ма? Мен сізге қайтадан ауа райын көрсетейін. Қанша деп тұр? Күндіз плюс 8 болған екен, қазір түнде минус, 0 болады. Қазір 4 градус болып тұр, бірақ 3 сияқты сезініп тұр дейді. Дұрыс па, енді заңнамаға қайшы болып тұр ғой. Сіздер енді құзыреттеріңіз жетпей ма? Қазір ана қандай бөлім немесе қандай компания айналысып тұр қазір асфальтпен о жерде? Дәл білмейді екен бұл бойынша. Ақпарат жоқ па? Ақпараттан бағам дейсіз ғой, кезекші прокурор. Жоқ, жолын кім салғанын мен хабарым жоқ. Жақсы. Енді құзыретіңіз жетпейтін болып тұр ғой, бір жол бөлімінің басшысына хабарласып. Сіз хабарласқан жоқсыз ба жаңа? Жоқ, әріптестермен хабарластық қой. Жақсы. Тоқаевта айтқан болатын, жолдың сапасына мән берейік, оған қылмыстық жаза ашайық деп, әлі сөзі сөз күйінде тұр, бірақ жол деген
Қазір компанияның атын да білмейді да қызметкері. Түркістандықпын дейді. Ол Түркістанына кетеді. Біз мына жақта жаңағы толқын жолдармен айырылып кеткен, тесіліп қалған шұңқыр асфальтпен қалатын бізбіз да. Біздің жанымыз ашымаса кім жаны ашиды? Қай жақтан сөзіңіз? Кентаудан ба? Кентаулықтардың өз міне бір бөлігі қазір лауазымды құзыретті адамның өзі бездействовать етіп тұр дейміз ба, не дейміз? Сіз жұмыс уақыты ғой қазір, иә? Мен сіз үйіңізге келіп тұрған жоқпын ғой. Кезекші прокурор ғой. Иә. Сіз лауазымдысыз, жаңағыдай бөлім басшысына хабарласасыз, бөлім басшысы тыңдамай жатса немесе алмай жатса, оның кураторы, яғни зам әкімге хабарласасыз. Зам әкімде зорланып па, жоғалып па бірдеңе болса, әкімнің өзіне хабарласуға құзыретіңіз жетеді, бақылаушы органсыздар ғой. Дұрыс па? Жақсы, назарларыңызға алыңыздар. Рахмет. Өте өкінішті бұндай жағдай болып тұрған. Мінекей қазір орнына келдік. Мына жаққа дейін салып престеп қойған көріп тұрмыз. Мына шетінде міне қиыршық тас бар, ал мына ортасында қиыршық тас жоқ. Мына битумда жоқ болатын еді біз келмегенде. Мына қазір құрғақ емес, ылғалды асфальт, өйткені кеше ғана асфальт деп ғой, топырақ, өткен кеше ғана жаңбыр болған. Мінекей тас емес, толықтай топырақ міне қолыма жабысып қалып. Бұл құрғақ болатын болса, стандартқа сай болатын болса, қолға жабыспауы керек. Және бұл жер көбі қиыршық тас болу керек, мынандай топырақ емес. Көріп тұрмыз, өңкей топырақ. Одан кейінгі мәселе, мына престелген түрін қараңыз. Мына қою қара болып тұрған жерлері толқын, мынандай. Орысша айтқанда поплыл дейсің ғой, уже. Көрініп тұр ма міне мына жерлері? Осындай жағдай ағайын құзыретті, лауазымды бақылаушы органымыз прокуратураның жаңағыдай жауабын естіңіз. Шарасыздығын көрдіңіздер. Жауапты маманы жол бөлімінің басшысы Ұлан деген баты Түркістандық олда келген жоқ. Осы орынға осы жерде бақылап, сапаны бақылаушы болып, халықтың атынан осы жерде ақша төленіп жатқаннан кейін, халықтың ақшасы кетіп жатқаннан кейін, соған жауапты болғаннан кейін осы жерде басында жүру керек еді. Телефонды алып жатқан жоқ дейді, келмей жатыр дейді. Оқиғаны естіп отыр ғой, кім келіп не болып жатқанын түсіріп жатқанымызда. Ең бірінші жағдай жаңағыдай ауа температурасы қойылған нормадан, стандарттан төмен болып тұр. Ылғалды ауа райы, сулы нәм екенін көріп тұрсыздар жолдың, жердің, өйткені жаңбыр болған, кеппеген. Оның үстіне асфальт салуға болмайды. Және де қиыршық тастан гөрі топырақтың жаңағыдай аралас құрамында топырақ басымдылық болып тұр. Ол да стандартқа сай емес. Және де асфальтта укладчик дейді. Жаңа көрдік, ковшпен келіп салып жатыр, күрекпен тартып жатыр оны. Ол да стандартқа сай емес. Асфальтта укладчик салып, үстінен үлкен бір преспен басып өту керек болғанда тегістетіп, мына жерде жаңағыдай толқын пайда болмас үшін, машинада жүрген кезде былай селкілдемес үшін. Енді құзырлы орган Кентау қаласында жаңағыдай шарасыздығын көрдіңіздер. Түркістан облысы прокуратурасы назарыңызға алыңыз деген жолдың сапасын бақылаңыздар. Құзырлы органсыздар ғой, не дегенмен жаңағыдай компаниялармен жұмыс істеңіздер, түсіндіріңіздер, нормативті көрсетіңіздер, үйретіңіздер. Мені қудалаудың орнына жаңағыдай назарыңызға алыңыз, шара көріңіз дегенде, менің үстімнен шара көру емес, қазірдің өзінде көріп жатырмыз. Өткенде соттың төрағасының машинасын түсірем деп жала жабылып, сотты болайын деп жатқанынан хабардарсыздар, бірақ үндемей отырсыздар. Құзырлы органдар ауыз жаласып бірлесіп отқан шығарсыздар. Қарға қарған көзін шұқымайды дейді ғой, не дегенмен сондай ойға келеміз. Антигор, назарыңызға алыңыз, жұмыс істеңіздер осы бойынша. Жолдың сапасы, жолдың ақысын жеуге болмайды. Жолды сапалы етіп жасайық, өйткені бұл күнделікті болған ақша бөліне бермейді, миллиардтар кетеді. Қазынамызды босатып, бұлай тесі кете бермейік.
бір рет бөлінген ақша ұзақ жылдарға жететін болсын, сапалы болатын болсын. Бақылаңыздар, өтініш, құзырлы органдар. Біз келмегенде битум да құйылмайтын еді, көрдіңіздер. Битумсыз ұрып жатқан, біз келгеннен кейін жаңағыдай битумды барлық жағына төге бастады, шелекпен алып келіп, бар битумды үнемдеп жатыр. Жақсы, байланыста боламыз. Жамбыл Рахматуллах жөн.